Егер Қазақстан ұлттық құрамасының үздік сұрмергені Бахтияр Зайнутдиновтың мансабы басқалай болса, дәлірек айтқанда оның мансабын Колесов артуын шешсе қалай болады? Бахтияр Зайнутдинов 7 маусымның ішінде 174 ойынға қатысып, 22 голды соғып, 4 нәтижелі пас берді. Онымен қоса 4 трофейді де алып үлгерді. Жасы мен рейтингіне қарай Колесов артуына да соған деңгейлес клубтар беріледі. Және сол клубта қанша жыл ойнайтынын да осы Колесов артуына шешетін болады. Бәрі түсінікті болды деген ойдамын, ендеше алғашқы маусымға кеттік. Бахтияр Зайнутдиновтың алғашқы клубын анықтаймыз, және бұл англиялық Стокпорт клубы. Және Бахтияр Стокпорт клубында 1 жыл бойы өнер көрсетеді. Бұл маусымда Бахтияр Зайнутдиновтың жасы небәрі 19-да және оған 57 рейтингі берілді. Ендеше маусым соңын бірге көрейік. Бұл маусымда Стокпорт клубы Англияның 2-ші дивизионында 1-ші орынды алып, 1-ші лигаға өтті және олар 107 ұпай жинады, небәрі 3-ақ рет жеңілді. Одан кейінгі қарсыластары 99 ұпай жинады. Ал Факапта алғашқы қарсыласы Ньюпорт болды және оларды 2-1 есебімен жеңіп, келесі раундқа өтті. Келесі раундта Уэльсал клубымен кездесіп, оларды 1-3 есебімен жеңіп, және келесі раундтағы қарсыласын 1-2 есебімен жеңіп, 4-ші раундта тағы да қарсыласын 1-2 есебімен жеңді және 5-ші раундта өкінішке орай Ливерпуль клубынан жеңіліс тапты. Ал Карабао каптан алғашқы қарсыласын пенальти сериясы арқылы жеңіп, келесі кезеңге өтті. 2-ші раундта Уэльсал клубымен қайтадан кездесіп, оларды 0-1 есебімен жеңді, бірақ 3-ші раундтағы Кардифф Ситиден басым түсе алмады. Бұл маусымда Бахтияр Зайнутдинов 17 ойынға қатысып, 1 гол соғып, 1 нәтижелі пас беріп, 8 құрғақ ойын өткізді және өзіне 5 рейтингті қосып 62-ге дейін жетті. Зайнутдиновтың 2-ші клубын анықтаймыз және бұл бізде ирландиялық Дерри Сити клубы. Және Бахтияр бұл клубта 3 жыл бойы өнер көрсетеді. Дерри Сити клубы Зайнутдиновке 13-ші номерді берді және Зайнутдинов үшін Стокпорт клубына 2 400 000 евро төледі. Дерри Сити клубы Ирландия чемпионатында чемпион атанды, 71 ұпай жинады және одан кейінгі тұрған қарсыластары небәрі 61 ұпай жинап, олардан 10 ұпайға басым болды. Ал кубокқа келсек, алғашқы қарсыласынан-ақ жеңіліс тапты. Бахтияр Зайнутдинов бұл маусымда 34 ойынға қатысып, 14 гол соғып, 6 пас берді және 11 құрғақ ойын өткізді. Өзіне 7 рейтингті қосып, 70 рейтингіне шейін жетті. Бахтияр Зайнутдинов Ирландия чемпионатында 14 голды соғып, сұрмергендердің қатарында 2-ші орында табыла білді. Осылайша Батёка 2 маусымның ішінде 51 ойынға қатысып, 15 голды соғып, 7 нәтижелі пас берді. Онымен қоса 2 трофейді алып та үлгерді. Дерри Сити клубы бұл маусымда 4-ші орында алды, чемпион атана алмады, ал оның үстінде тұрған клубтар 65, 66, 71 ұпайларды жинады. Ал кубокқа келсек, алғашқы қарсыласын 1-0 есебімен жеңсе, келесі қарсыласын да дәл сол есеппен жеңіп финалға өтті. Ал финалда Шамрок клубымен кездесіп, оларды 1-3 есебімен жеңіп, кубокта нүктені қойды. Бахтияр бұл маусымда 39 ойынға қатысып, 16 гол соғып, 8 нәтижелі пас берді және 7 құрғақ ойынды өткізіп, өзіне 3 рейтингті қосты. Бұл жолы Зайнутдинов 36 ойында 15 гол соғып, сұрмергендердің қатарында 4-ші орында табылды. Ал голдық пас беру бойынша үздікті өзінің командаласы бастаса, 2-ші орында өзі жалғады. Осылайша Бахтияр Зайнутдинов 3 маусымның ішінде 90 ойынға қатысып, 31 голды соғып, 15 нәтижелі пас берді. Онымен қоса 3 трофейді иеленді. Бахтияр үшін Дерри Ситидегі ең соңғы маусым және бұл маусымда Дерри Сити клубы 90 ұпай жинады, ешқандай жеңіліс таппады, 27 рет жеңіске жетті, 9 рет тең ойнады және одан кейінгі тұрған Шамрок Роверс клубы небәрі 60 ұпай жинады, яғни олардан 30 ұпайға басым болды. Ал кубокқа келсек, алғашқы қарсыласы UCD AFC клубы болып, оларды 3-2 есебімен жеңіп, жартылай финалға өтті. Жартылай финалда оларға қарсылас болып Шамрок Роверс клубы түсті және оларды 3-0 есебімен жеңіп, финалға өтті. Және финалда 3-1 есебін тіркеп, тағы да 1 трофейге ие болды. Бұл маусымда Бахтияр Зайнутдинов 34 ойынға қатысып, 13 гол соғып, 10 голдық пас берді және 8 құрғақ ойын өткізіп, өзіне 3 рейтинг қосты. Осылайша Бахтияр 4 маусымның ішінде 124 ойынға қатысып, 44 голды соғып, 25 голдық пас берді және онымен қоса 4 маусымның ішінде 5 трофейге ие болды. Менің ойымша бұл өте керемет нәтиже.
Бахтиярдың 3-ші клубын анықтайтын боламыз, және бұл бізде бельгиялық клуб Брукке клубы. Және сол клубта қанша жыл бойы өнер көрсететінін бірге анықтайтын боламыз, және бұл бізде 5 жыл мекен? Жоқ, 1 жылдың өзі 1 жыл бойы өнер көрсетеді. Бахтияр Зайнуддинов клуб Бруггенің қатарына қосылды. Білетіндеріңіздей, Ирландия чемпионаты өте төмен деңгейде, ал Бельгия чемпионаты айтарлықтай жоғары, және осы чемпионатта өте тамаша нәтиже көрсетіп, алда керемет клубтарға ойнауға болатыны белгілі. Бахтияр Зайнуддиновке тағы да 13-ші номер берілді, өте керемет жарасып тұр, және осы Бахтияр Зайнуддинов үшін Дерри Сити клубына 40 миллион евро төледі. Алғашқы кезеңде клуб Брукке клубы 77 ұпаймен бірінші орынмен плей-офф кезеңіне өтті, тек бір-ақ рет жеңіліс тапты, және плей-офф кезеңде небәрі 2-ақ рет жеңіліс тауып, қалған ойындарды түгелдей жеңді, және 63 ұпай жинап чемпион атанды. Ал кубокқа келсек, алғашқы раундта Моленбек клубымен кездесіп, оларды 0-2 есебімен жеңіп, ширек финалға өтті, және оларды ширек финалда Гент клубы күтті, және оларды 2-1 есебімен жеңіп, жартылай финалға өтті. Жартылай финалда өз қарсыластарын 4-0 есебімен жеңіп, сенімді түрде финалға өтті. Алайда финалда Стандарт клубымен кездесіп, олардан пенальти сериясы арқылы жеңіліс тапты. Онымен қоса Брукке клубы Европа конференциялары лигасында өнер көрсетіп, алғашқы қарсыласын 3-0 есебімен жеңсе, келесі қарсыласы Фенербахче 2-3 есебімен жеңіп, ширек финалға өтті. Ал ширек финалда оларды Фенербахче клубы күтті, және оларға кембек жасап 4-3 есебімен 1-2 финалға өтті, және оларды 1-2 финалда Лиль клубы күтті, бірақ ол клубтан өкінішке орай басым түсе алмады. 4-3 есебін тіркеп, және сол жерде жорығын аяқтады. Бұл маусымда Бахтияр толықтай негізгі құрамда өнер көрсетті десек те болады. 54 ойынға қатысып, 12 гол соғып, 14 нәтижелі пас берді, және 16 рет құрғақ ойын өткізіп, өзіне 3 рейтингті қосып, 80 рейтингіне шейін жетті. Осылайша Бахтияр Зайнуддинов өз лигасында 39 ойынға қатысып, 8 голды соқты, және солай сұрмергендердің қатарында 25-ші орында табылды. Ал голдық пас беру бойынша 11 голдық пас беріп, солайша үздіктердің қатарында 2-ші орында табылды. Осылайша 5 маусымда артта қалды. Сол 5 маусымның ішінде Бахтияр 178 ойынға қатысып, 56 голды соқты, және 39 голдық пас беріп, 6 трофейді иеленді. Базар жоқты, айырып отыр. Қазір Бахтиярдың 4-ші клубын анықтайтын боламыз, және бұл бізде франциялық Лиль клубы. Және сол клубта қанша жыл бойы өнер көрсететінін анықтайық, және бұл бізде 2 жыл. Ендігі кезектен бастап Бахтияр Зайнуддинов топ-5 лигада өнер көрсетеді, және онымен қоса бұл клуб конференциялар лигасында өнер көрсетеді. Бұл клуб Бахтиярға келе сала 7-ші номерді берді, өте қызық, және онымен қоса клуб Бруккеге 60 миллион евро төледі. Бұл маусымда Бахтиярдың клубы Лоск Лиль өте керемет нәтиже көрсетті, 71 ұпайды жинап чемпион атанды. Алайда одан кейінгі тұрған Марсель клубы да дәл сондай ұпайды жинап, тек гол айырмашылығы арқылы Лоск Лиль клубы чемпион атанды. Алайда кубоктан алғашқы қарсыласынан ақ жеңіліс тапты. Онымен қоса конференциялар лигасында алғашқы қарсыласын 1-4 есебімен жеңсе, келесі қарсыласын 1-5 есебімен жеңіп, ширек финалға өтті, және ширек финалда алдыңғы клуб Бруккеге қарсы ойнап, олардан өкінішке орай басым түсе алмады. Бахтияр бұл маусымда 41 ойынға қатысып, 18 гол соқты, және 8 голдық пас беріп, 9 құрғақ ойын өткізді. Өзіне 2 рейтингті қосып, 82 рейтингіне шейін жетті. Осылайша Бахтияр 6 маусымның ішінде 219 ойынға қатысып, 74 гол соғып, 47 голдық пас берді, және 7 трофейді иеленді. Бұл маусымда Бахтияр Зайнуддиновтың клубы өте нашар нәтиже көрсетті, небәрі 54 ұпай жинады, ал чемпиондықты PSG клубы жеңді. Ал кубокта олардың алғашқы қарсыласы болып Лавал клубы болды, және оларды 1-0 есебімен жеңді, және 1-8 финалдағы қарсыластарын 0-2 есебімен жеңіп, ширек финалға өтті, және ширек финалдағы қарсыласын 2-3 есебімен жеңіп, 1-2 финалға өтті. 1-2 финалда Стейт клубы күтті, және оларды 2-1 есебімен жеңді. Финалда өкінішке орай 2-1 есебімен жеңіліп, кубоктан қош айтысты.
Онымен қоса Бахтияр Зайнуддиновтың клубы Чемпиондар лигасында өнер көрсетті. Ол жақта 7 ұпайды жинап, өкінішке орай Еуропа лигасына түсіп кетті. Алайда оның алғашқы қарсыласы Анталия Спорт болып, 4-1 есебімен жеңіп, 1-8 финалға өткен болатын, және 1-8 финалда оларды Реал Бетис клубы күтті, бірақ олардан басым түсе алмай, 6-2 есебімен жеңіліс тауып, осылайша Еуропа лигасындағы жорығын аяқтады. Бұл маусымда Бахтияр 46 ойынға қатысып, 11 голды соғып, 18 голдық пас берді және 7 рет құрғақ ойын өткізіп, өзіне 2 рейтингті қосты. Онымен қоса Лига 1-де 11 рет голдық пас беріп, осылайша үздіктердің қатарында 2-ші орында табылды. Бахтияр үшін 7 маусымда тәмам, сол 7 маусымның ішінде 265 ойынға қатысып, 85 гол соғып, 65 нәтижелі пас берді және онымен қоса 7 рет трофейді иеленді. Көріп тұрғандарыңыздай, шын өмірдегі мансабынан 3-4 есе мықты ойнады. Достар, видео қысқа болмау үшін мен тағы да Бахтияр Зайнуддиновке 5 маусым өткізген болатынмын. Сол 5 маусымның ішінде Бахтиярдың мансабы қалай өрбиді және қаншалықты сәтті болады, бірге анықтайық. Бахтиярдың кезекті клубын анықтаймыз, және бұл бізде итальяндық Интер клубы. Және Интерде қанша жыл бойы ойнайтынын анықтайық, және бұл бізде 4 жыл бойы Интерде ойнайтын болады. Міне көріп тұрғандарыңыздай, Бахтияр Зайнуддинов Интер сапына қосылды және онымен қоса Франция чемпионатынан Италия чемпионатына ауысып, екінші рет топ-5 лигада ойнап жатыр. Және онымен қоса бұл Интер клубы Чемпиондар лигасында өнер көрсетеді. Сол жақта қаншалықты сәтті ойнайды, қаншалықты керемет нәтиже көрсете алады, соны бірге анықтайтын боламыз. Онымен қоса Бахтияр Зайнуддинов үшін Лиль клубына 100 миллион евро төледі. Бұл маусымда Интер клубы 79 ұпайды жинап, 3-ші орынды иеленді, ал 1-ші орында болса Наполи клубы 90 ұпай жинады. Ювентус клубы болса 85 ұпайды жинап, 2-ші орынды иеленді. Супер кубокқа келсек, алғашқы қарсыласы Лацио болып, олардан 1-2 есебімен жеңіліп, Супер кубоктағы жорығын аяқтады. Ал кубокта алғашқы қарсыласынан ақ жеңіліс тапты. Чемпиондар лигасында алғашқы қарсыласы Боруссия Дортмунд болып, оларды 2-0 есебімен жеңіп, яғни кембек арқылы жеңіске жетті. Келесі қарсыласы Порту болып, оларды 5-1 есебімен жеңіп, ойсырата келесі кезеңге өтті. Алайда жартылай финалда олар Манчестер Сити клубымен кездесіп, олардан 4-3 есебімен жеңіліс тауып, осылайша Чемпиондар лигасындағы жорығын аяқтады. Бұл маусымда Бахтияр Зайнуддинов 51 ойынға қатысып, 23 гол соғып, 11 нәтижелі пас берді. Онымен қоса 13 рет құрғақ ойын өткізіп, өзіне 4 рейтингті қосып, 88-ге дейін жетті. Осылайша Бахтияр 8 маусымның ішінде 316 ойынға қатысып, 107 голды соғып, 76 голдық пас берді және 7 трофейді иеленді. Бұл маусымда Интер клубы өте керемет нәтиже көрсетті, 87 ұпайды жинап, чемпион атанды және одан кейінгі тұрған Ювентус клубынан 5 ұпайға басым болды. Ал кубокқа келсек, алғашқы қарсыластары Козенза клубы болып, оларды 3-1 есебімен жеңіп, келесі кезеңге өтті. Келесі кезеңде Рома клубымен кездесіп, олардан басым түсе алмады. Ал Чемпиондар лигасына келсек, олардың алғашқы қарсыластары Брага болып, оларды 4-2 есебімен жеңіп, келесі кезеңге өтті. Келесі кезеңде оларды Боруссия Дортмунд клубы күтті және оларда 4-1 есебімен жеңді. Бірақ алайда оларда полуфиналда Реал Мадрид клубы күтті және олардан жеңіліс тауып, жорығын аяқтады. Осылайша Бахтияр 54 ойынға қатысып, 21 гол соғып, 13 рет голдық пас берді. Онымен қоса 15 рет құрғақ ойын өткізіп, өзіне 3 рейтингті қосты. Бахтияр серия Ада 10 рет голдық пас беріп, осылайша үздіктердің қатарында 3-ші орында табылды. Осылайша Бахтияр 9 маусымның ішінде 370 ойынға қатысып, 128 гол соғып, 89 голдық пас берді және 8 трофейді иеленді. Бұл маусымда да Интер клубы серия Ада чемпион атанды, 89 ұпай жинады және одан кейінгі тұрған Милан клубы болса, небәрі 81 ұпай жинады, яғни 8 ұпайға басым болды. Ал Суперкубокта болса, Фиорентина клубымен кездесіп, оларды 3-0 есебімен жеңіп, айқын басымдылықпен Суперкубок иегері атанды. Алайда кубокта Венеция клубымен кездесіп, олардан 2-3 есебімен жеңіліс тауып, бірден жорығын аяқтады.
Ал Чемпиондар лигасында алғашқы қарсыласы Атлетико Мадрид болып, оларды 2 ойын қорытындысы бойынша 5-4 есебімен жеңіске жетті. Екінші қарсыласы өздерінің отандасы Италияның Лацио клубымен кездесіп, оларды 3-4 есебімен жеңіп, жартылай финалға өтті. Ал жартылай финалда Манчестер Сити клубымен кездесіп, оларды 4-3 есебімен жеңіп, финалға өтті. Бірақ финалда Барселона клубымен кездесіп, олардан 2-0 есебімен жеңіліс тапты. Бұл маусымда Бахтияр 56 ойынға қатысып, 26 гол соғып, 11 голдық пас берді, және де 24 рет құрғақ ойын өткізіп, өзіне 2 рейтингті қосып, 93 рейтингіне шейін жетті. Бахтияр 10 маусымның ішінде 426 ойынға қатысып, 154 гол соғып, 100 пас берді, және 10 трофейді иеленді. Бұл маусым Бахтиярдың Интердегі ең соңғы маусымы, және Интер клубы бұл маусымда тағы да чемпион атанды. Небәрі бұл чемпионатта 2 рет жеңіліс тауып, 102 ұпай жинап, 3 рет тең ойнап, қалған ойында түгелдей жеңіске жетті, және одан кейінгі тұрған Милан клубы небәрі 83 ұпай жинап, олардан 19 ұпайға көп болды. Суперкубокта қайтадан Фиорентина клубымен кездесіп, оларды 2-0 есебімен жеңіп, тағы да суперкубок иегері атанды. Ал кубокқа келсек, алғашқы қарсыласы Пиза болып, оларды 2-0 есебімен жеңді, және ширек финалда Парма клубымен кездесіп, оларды пенальти сериясы арқылы жеңіп, полуфиналға өтті, және полуфиналда оларды Лацио клубы күтті, және сол Лационы 4-0 есебімен жеңіп, финалға сенімді түрде өтті. Ал финалда Милан клубымен кездесіп, оларды 3-4 есебімен жеңіп, кубокты еншіледі. Чемпиондар лигасына келсек, алғашқы қарсыласы Порту болып, оларды 3-0 есебімен жеңіп, сенімді келесі кезеңге өтті, және келесі кезеңде Арсенал клубымен кездесіп, оларды 4-2 есебімен жеңді. Осылайша Интер клубы жартылай финалға өтіп, Наполи клубымен кездесті, бірақ өкінішке орай Наполи клубынан айласын асыра алмай жорығын аяқтады. Осылайша Бахтияр Зайнутдинов 56 ойында 26 гол соғып, 11 нәтижелі пас берді. Осылайша Бахтияр Зайнутдинов 11 маусымның ішінде 482 ойынға қатысып, 180 гол соғып, 110 голдық пас берді, және 13 трофейді иеленді. Келесі Бахтиярдың клубын анықтайтын боламыз, және бұл бізде германиялық Бавария клубы. Бахтияр Интерде сәтті маусым өткізгендіктен оның жанкүйерлері де арта түсті, және осы маусым Бахтиярдың ең соңғы маусымы болып табылады, және тек қана Бавария клубында бір-ақ маусым ойнайтын болады. Онымен қоса Бавария клубы Интерге Бахтияр үшін 240 миллион евро төледі. Бұл маусымда Бавария клубы 83 ұпайды жинап, чемпион атанды. Тек қана бір-ақ ойын жеңіліс тапты, қалған 8 ойыны тең ойын, және 25 ойыны жеңіс. Ал кубокқа келсек, ол жерде РБ Лейпциг клубымен кездесіп, 4-2 есебімен жеңіліс тапты. Ал чемпиондар лигасына келсек, ол жақты алғашқы қарсыласы Порту болып, оларды тас-талқан қылып 7-2 есебімен жеңіп, келесі кезеңге өтті. Бірақ келесі кезеңде Реал Мадрид клубымен кездесіп, олардан жеңіліс тапты. Осылайша Бахтияр Зайнутдинов бұл маусымда 46 ойынға қатысып, 32 гол соғып, 11 нәтижелі пас беріп, 10 рет құрғақ ойын өткізді. Онымен қоса Бахтияр Зайнутдинов Бундеслигада 22 гол соғып, үздіктердің қатарында 3-ші орында табылды. Осылайша Бахтияр Зайнутдинов 12 маусымның ішінде 528 ойынға қатысып, 212 гол соғып, 121 пас беріп, 14 трофейді иеленді. Достар, видео осылайша аяқталды. Келесі қандай ойыншыға түсірейін, соны комментке жазып кетіңіздер. Және онымен қоса мен сіздерге өзімнің телеграм арнамды ұсынамын. Достар, мен осы телеграм арнамда өзімнің жеке өмірімді және алдағы уақытта шығатын видеоларды салып отыратын боламын. Ендеше сау болыңыздар.